Маржан, бүгін кім кезекші? Вроде Динаралар. А что? Мә, ой, олар бәрібір қазір келіп алады да отыра береді мылқиып. Тақтан сүртпейді да. Лучше өзім сүрте салайын. Ой, өз-өзіңе бір жұмыс тауып жатсың ғой, бар ғой. Кстати, менде бір жаман қызықты өсек бар ғой, білесің бе? Әйтеуір қандай өсек? Айт келе жатыр ғой, өсек айтуға болмайды ғой, қыласың ба? Ой, құдайым кешіре гөр, бірақ та бұл өсекті мен ішіме сыйдыра алмаймын. Короче, мен естідім, что азанда біздің мектепке 4 сымбатты жігіттер келді деп. Және де ол жігіттер біздің сыныпқа келді деп. Қош, до того біздің сыныпқа келетін балдар бар ма не? Ну, вот так и вышло. Короче, мен мектептің жартысымен араласам ғой, сол себепті ондай нәрселерді білу маған оңай. Кстати, мен саған советую, чтобы ты завел себе парня. Сен бір жігіт тауып алсаң жақсы болатын еді, бар ғой. Солардың арасынан. Қоңмаш, қазір біз енді сабақ оқитын кез ғой. Шлем ондайға әлі жеткен жоқпыз деп ойлаймын. Ой, сен как обычно. Как всегда сен осындайсың ғой, бір жігіт десек болды. Ой, нет, жоқ, керек емес дейсің. Бірақ олардың түрін көріп қалсам болды, ұялып қызарып кетесің. Ой, оны енді көреміз. Аналар қашан келеді? Сабақ басталатын болды ғой. Ну, не знаю, біз ғана осы, как всегда, бірінші келеміз бар ғой. Даже апайдың өзі соңғы келеді. Так, вообще, короче, мен бүгін естідім что-то, знаешь, мен бүгін біз мектепке самые привлекательные парни пришли, короче, понимаешь, да? Йос, біздің сыныпқа келген ба сонда? Ну, так вот, я шынымен келген дейді ғой, соны бар ғой. Мен сразу танысып аламын деп ойдамын сондай. Потому что мен внешностьмен мен осындай сұлу болғандықтан олар маған ғашық болып қалатын шығар. Конечно, сен бүкіл жігітті жаулап алатындай сұлусың ғой. Мәссаған, рахмет, сені де солай деп ойлаймын, себебі сен де сондай красавицасың, маған ұқсағансың ғой. Я, болды, жүр кеттік, сабаққа барайық қазір. Ой, осы бар ғой, неменеге сабақ? Шли осыны ерте қылып қойған. Вообще неге сабаққа бару керекпіз? Енді балдармен танысуға болады, бұл жақта, соған рахмет. Сол апай келмепті, мына бірақ екі Ботаник. Келіп қапты. Сош. Ладно, андай кішкене ұят болмасын деп амандаса салайын. Сәлем, қыздар. Сәлем. Ладно. Боже. Ой, сабаққа кешіктім. Ойбай. Столовойда дыша ағаймен отырып қалыппын, кішкене әңгіме айтып. Саламатсыңдар ма, қыздар? Өлә, сыныпта барлығы қайда? Или 4-ақ қыз ғана отыр ғой мына жерде? Саламатсыз ба, апай? Бізді жаңадан балдар келді деп еді ғой, олар әлі сабаққа келмеді, кешіп келеді ау деймін. Ана 4-еу ма? Олар да, похоже, кешіп келеді. Олардың ата-аналарына звондайын десем, олар кішкентай емес екен. Так что звондамайтын болдым. Так, ладно, келетін шығар. Біз сабағымызды бастай берейік, қыздар. Бірінші сабақ қандай бізде? Апай, бүгін бізде бірінші сабақ геометрия. Ладно, молодец. Қазір енді геометрияны істейтін боламыз. Так, бірінші үй тапсырмасын сұраймыз. Так, Маржан, сен үй тапсырмасын істедің бі? Ой, рахмет, все. Я істедім, міне, апай. Маржан, бұл сенің дәптерің емес қой, сыртында басқа адамның аты жазылып тұр ғой. Апай, мен просто
оны орындауды ұмытып кеттім. Жарайды, 2. Апай, мен орындадым, мен айтсам бола ма, апай? Ой, жарайды, давай айт. Міне, дәптер. Так, о, молодец саған, как всегда 5. Так, Динара, бері кел, дәптеріңді алып кел. Апай, бүгін сондай әдемі болып тұрсыз бар ғой, түсінесіз ба? Мені олай алдаушы болма, Динара. Мен сендердің алдарында 11 классты бітіргізіп выпускать еткенмін. Так что ондай сыйқыларын, алдауларын маған өтпейді. Ту, апай, кешіріңізші, мен жұмысын жасамадым. Ой, 2 отыр. Ой, ничего, келесі жолы 5 алатын шығарсың. Сен одан да бүгінгі жігіттер туралы ойла, жарай ма? Жарайды. Жеге сабақ басталып кетті ғой, жүріңдерсе кеш қалдық қой. Апайға қазір не деп айтамыз? Білмеймін, честно бар ғой. Менде идея бар. Может, былай айта саламыз, типа, жолда кетіп бара жатқан кезде бір итті тауып алдық та, сол итті жолдың шетіне дейін апарып тастадық. Дұрыс, біртүрлі идея емес па, брат? Бұл мынау шле өтірік болып кетті енді. Сенбейді ау бұндай нәрсеге. Лучше машинаның баллон қалып делайыз. Ой, негізі жақсы идея мынау да. Иә, как раз машинаның баллон тесіліп қалса, оны ауыстыру енді бір шаруа ғой. Қумаш, біздің жасымыздар 18-де толмады, қақтағы права бізге. Таксидегі машинада. Сонда біз таксимен жүреді деп ойлаймын. Енді права жоқ қой. Немеге өтпейтін приколдарды айта білесіңдер. Ладно, болды, кіре берейік та. Давай. Сен, тоқта, бірінші сен кірші. Дарын, мақма. Давай. Тоқта. Жай жүріндерші, бізге не аяғым ауырып отыр. Жана итті құтқарғам. Тоқта. А бұл мынау очкиім сынады қазір ше. Саламатсыз, апай, кірсек бола ма? Ой, мынау тағы кім келді? Давайте кіріңдер. Жүрсіңдерші. Саламатсыз ба? Сәлем, қыздар. Ой, бля. Ой, то есть. Саламатсыз ба, апай? Апай, кірсек бола ма? Кіріп тұрсыңдар ғой уже. Отырыңдар, давайте. Бүгінге кешірем. А келесі кезде кешірмеймін. Чоколад алып келіңдер. Дарын бергеш, мен жаным отыршы. Ойбай. Менде бөлектеніп отырмын. Так, давайте. Біздің жігіттер келді. Қыздар мен жігіттер отыр мына жерде. Енді таныстыру. Давайте бір-бірлерін таныстырыңдар. Кім болып келесіңдер бір-бірлеріне. Мен бастайын. Менің есімім Дарын болады. Осыға жаңадан келдім. Дарын, приятно познакомиться с тобой. Сен, короче, енді мынау Дарын жанында отқан кім? Менің атым Дамир, танысқаныма қуаныштымын. То есть біз де танысқанымызға қуаныштымыз. Ал енді ана шетте отқан 2 қара бала. Давайте айтыңдар, кімсіңдер? Апай, біз қара бала емес, негізі. Ну ладно, жарайды. Так, менің атым Азамат, можно просто Аза. Мен Маха дей беріңдер, болды. Ана районский балалар келді дейсіңдер ғой. Жарайды. Сабағымыз қыздар енді өздерін таныстырып жіберіңдер осы жаңадан келген балаларға. Тоқтай тұрыңдар, мен бірінші өзім таныстырып жіберейін. Менің атым Динара. Мен осы сыныпта ең сұлу. Ой, жарайды, бұның онсыз да көрініп тұрған шығар. Болды, менің атым Динара. Можно просто Дина дей беріңдер. Мен осы Динараның, яғни Динаның ең жақын құрбысы болам. Есімім Айша.
сендермен танысқаныма қуаныштымын. Енді мен айта кетейін. Менің есімім Маржан. Сол Маржан деп айта беріңіздер. Менің есімім Жасмин. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Апай шық кесем боламын. Мә жаман қобалжып кеттім ғой. Сәл уақыт өткізе тұрайын, сосын барайыншы. Одан да бар су ішіп. Ой, тук, мен сыным қақта өзі. Қақта мен сыным. Сен кімсің? Мен осы мектепке жаңадан келген қыз едім. Сен случайно 11-ші А сыныпқа келген жоқсың ба? Я, сол сыныпқа келдім. Онда сен менің класстасымсың ғой? Мә, шынымен ба, мә, бағанадан бері сынды таппай жүрмін ғой. Ой, жүр тез апарам. Жүр. Апай біздің сыныпқа жаңадан қыз келіпті ғой. Сол қыз. Апай, мен туалетке барып келейін. Апай, сол қыз бағанан бері сыныпты таппай адасып жүр екен, мен қазір тауып алып әкелдім. Саламатсыз апай. Ойбу, айтпайсыңдар ма, тағы бір қыз болады екенін. Давай отыр. Апай, өзіміз енді біліп тұрмыз ғой. Новыйдан келген қыз. Жаңа ғана бізде осы балдар келген еді, бәрі бір-бірін таныстырып атқан еді. Енді осы новенькая келгеннен кейін өздерін таныстырып кетіңдер тағы да. Барлықтарыңа сәлем. Мен бағанадан бері сыныпты таппай қалдым. Енді ешің етпейтін шығар. Менің атым Аделя. Жаңадан келдім осы мектепке. Привет, Аделя. Меня зовут Динара. Можно просто Дина. Мен бағана айтып кеткен, бірақ енді ол кезде сен жоқ болдың. Тағы да айтайын. Мен осы Динараның, яғни Динаның жан подружкасымын. Атым Айша. Ема, жеги. Ана бар ғой бағана отқан ғой, сөйтіп барып көрші ана ақшаштағы қыздар емес, взглядпен атып кетеді ғой, прям сынып қалдым ше. Маған да бір қыз ұнап қалды, ана жерде отқан. Ана жердің атын айтайын. Қойшы, атын есімнен шығып кетті. Ладно, айта салайыншы. Мен анау жаңа есіме түсіп кетті. Маржан деген қыз еді. Анау Маржан деген қыз. Қайсы ол? Анау ше бір әшейін тағып алған батанканың жанында отқан ше, бір хвостик істеп алған. Екі шашқа бұл. В смысле батан? Родной, неғып ше? Анау вкусың ескі сенің? Кетші бар. В общем, мынаған айтсайын, батанкаға ғашық болып жүр. Ауыздарыңды айырып жүрейін ба? Вообще-то араларында ең әдемі қыз менің қызым. Сен бізді айырған кезде қолың сынып қалатын шығар, бір удар ұрам деп. Бетіңе тұшты. Шыдамасам. Мен прикол. Тоқтаңдаршы, жеги тоқтаңдаршы. Тамақ ішіп кетейікші, бұл түнде кет. Жүрме, сөйтейікші. Ана жерде бағана фрукты көргем, кеттік достар. Қош, ит шығып кетсеші ояққа. Жаңағы ше, балдармен таныс болу керек еді. Жүр кеттік. Таныс бақ. Анда сөйтейік. Ана жаңағы бар ғой. Бір бала бар еді. Бір ше, прическамен который қызыл шашты ма, білмеймін. Или анау. Бағанағы кім ба? Серьезный ше бір ше, анау. Есіме түсті, вроде Дамир, да? Да. Сен соған ғашық қалдың ба? Я, сондай болып тұр. Давай оны сындырып ал бар. Давай, мам. Давай. Ойымдап тұршы, кішкене бар ғой. Давай. Ана отыр ғой, қарсай. Қандай әдемі. Краш? Краш қой, сондай ма? Еще ана жерде барлық балдар отыр ау. Мен ондай көп балдар отқан кезде барсам пикми сияқты болып көрініп қалатын шығар. Сол қазір қоңыраудан кетіп бартқан кезде типа аймен бар деп сөйтіп айтсайық. Давай, солай давай. Маржан, бағана балдар бірден шығып кетті ғой сразу. Айтпақшы, үй жұмысына не берді? Сен маған сол үй жұмысын айтып
айтып жатқанын тыңдап отырды деп ойлайсың ба? Мен вообще-то анау жаңағы балдырға қарап отырдым ғой. Просто интересно стало. Аналар шынымен де әдемі екен ғой. Кстати, бізде новенькая келіпті ғой. Сәлем. Привет. Сен қай жақтан келдің? Қай мектептен келдің? Мен 130 мектептен келгенмін сол. Сен енді бізбен подруга болатын шығарсың, иә? Иә, қарсы емеспін. Менің атым Маржан. Күшті есім. Менің атым Жасмин болады. Ема, күшті есім екен. Мен Аделя сол бағана айтқандай. Керемет. Танысқаныма қуаныштым. Мен де. То же самое. Саған бағанағы балдардан біреу ұнады ма? енді- Бірақ мен олардың ешқайсысына қараған жоқ. Негізі ұнап тұрған жоқ ешкім. Жоқ, енді жасырмай айтсайшы, енді біз подружкамыз ғой. Шынымды айттым, негізі ешкім емес. Жарайды. Может, тамақ ішуге барып келеміз? Иә, әйтпесе сөйтейік. қазір перемен бітіп қалады. Да. Кстати, біздің апай саған ұнады ма? Сәл ұрысқақтау екенші, бірақ нормально. Жоқ, но жақын енді уақыт өте келе үйреніп кетесің. Может, ана жаққа отырамыз? Иә, давай істейік. Ой, Ой, опа. келсе қасымызға отырсай. Так, Өздеріңе бұл мектептен жаңадан келдіңдер ме? жоқ, біз Бұрыннан уже оқимыз. бұрыннан бері оқимыз. Бесінші сыныптан бері осы жерде оқимыз ғой. Айтпақшы, бұл жерде сен өзің осы біліммен түстің бе, әлде ақша төлеп түсіп жатсың ба грантқа? Біліммен түстім. Понятно. Так, кеттік классқа бара берейікші. А то тағы да анау қаншаға апай ұрысып жатса тағы бізге. Ой, қоңырау болып қалды ғой. Иә, тез мектепке бірақ қазір ана апай келеді да, қырады. Я... Сөйтейік. Тез. Так, Давай бәрі орындарына отырып алыңдар. давайте. Ой. Ой. Негізі отырайықшы? қалаған орынға отырайық. О, қоңырау болды. Ой. О, қоңырау болды, кеттік жегесін қарайық. Сөйтейік, кеттік жүрдік қазір. Апай бағана кешігеді, тағы кешіксе тұратын сияқты. Саламатсыздар ма, балалар? Балалар, бүгін біз ой, тоқтаңдар балалар, бүгін бізде жаңадан келген оқушылар бар ма? Кәне, оқушылар өздерін таныстырып жіберіңдер маған. Иә, апай, бүгін бізге бірден 5 бала жаңадан келді. Енді өздерін таныстырып шықса, сізге жақсы болады деп ойлаймын. Конечно, маған жақсы болады ғой, Жасмин жаным. Давай, Жасмин, сен осылар балдардың тізімдерін маған беріп жібер. Мен соларға қарап, солардың аттарын жаттап алайын. Әйтпесе осы қартайғаннан кейін кішкене памятім құртылғанда енді түрлеріне қарап жаттай алмаймын. Жарайды, апай. Ой, жаным, рахмет. Ал Не, апай? Балалардың тізімі сыныптағы. Ой, рахмет, Жасмин жаным. Так, балалар, мен, если сендер білмесеңдер, мен химия пәнінен беремін. Бүгін біз Менделеев кестесін туралы өтетін боламыз. Ал бірінші кім тақтаға шығады, ана... Все, сабағымыз аяқталды, кеттік. Үй жұмысын орындап келіңдер міндетті түрде, жарай ма? Жарайды, апай. Жарайды, сау болыңдар. Кеттік, қазір дене шынықтыру емес па? Спортзалға барайық. Қыздар, Балалар, жүріңдер, қазір дене шынықтыру сабағы ғой, спортзалға барайық 3-ші этаждағы. Кеттік. Менде шака, менде... Ой, саламатсыз ба? Саламатсыз, апай. Саламатсыңдар ма? Келіңдер, бірге барамыз. Жарайды, кеттік. Ей, тоқтаңдаршы. Спортзал қай этажда деді? Мен естімей қалдым. Ой, сен глухойсың ба? 3-ші этаж деп бақырып айтып кетті ғой. Ой, білей. Ана кеттік. Аналаршы. Екеуі Екеуі ұйықтап қойған ес? ойбу, ренжімеңдер, жүріңдер. Маха, жүрсейші. Ой, все, кеттік, жүріңдерші. Ойбай. Не ғой, футбол ойнай аласыңдар ма? Сенен жақсы ойнаймыз ғой. Вот именно. Ана допқа аяғын тепсең сынып қалады жара аяқ. Ал осы жүре, вроде. Иә, осы жер. Так.
Да, осы жүрі. Кеттік. Осы жақта ғой бәрі. Қалайсыңдар? Привет, привет. Чё там? Так, бұл жерде не істеп? О, футбол ойнап жатыр ғой. Футбол ойнайық та. Или отыра берейікші. Мен кішкене демалып алатын шығармын. Мызғып алып кеттік. Мен ойнаймын. Кеттік, жүріңдер кеттік. Мен де ойнаймын. Топқа бөлінейік та, жеги. Қойшы, мен де Сендер ойнаймын. новыйдан келгенсіңдер ма? Иә, біз новыйдан келгенбіз, 11 аға келдік. Сендер ма? Иә. Біз мынау жігітпен, Димашпен, короче, осы баланың аты Димаш, мен атым Мирас. Біз екеуміз, короче, 11 вда оқимыз. Танысқанымызға қуаныштымыз. Параллель класс екенсіңдер ғой, Иә. Мына досымның аты ше Аза ғой, Азамат, Аза дей беріңдер. Иә, мен Махамын. Оны толық атын айтуға болмайды. Маха береді. Түсінікті. Ал енді топқа бөлінейік та, бір адам жетпейді ғой. Кім шығады? Қазір. Кім? Дамир, жүрші. Ойнашпыз бен. Мына кішкене шаршап тұрмын. Ой, сосын ұйықтайсың ғой, мектеп ұйықтаушың келдің бе? Мына очкиін біреу ұстай тұрсын онда қазір. Әкеліп Маған бере сал. Мал алшы. Ой, тағы алшы. Жарайды. Так, давай. Мен топқа бөлінейік та. Сендер мынау Дамировларыңды біздің топқа жібере салсаңдаршы, либо мынау Махаларыңды. Кім жібересіңдер топқа? Дамир, сен бара бер. Маха бергенсің. Мен жаман керек болмадым ба сендерге, біле. Тобысың, типа, ондай шум шығармайтын шығарсың. Ладно, жарайды. Кеттік. 1, 2, 3, басталды. Тоқтай тұрсыңдаршы, әлі олай басай замайды ғой, немене, браттар? Ортаға қойық, дайындалайық, бірінші басталайық. Енді футбол ойнап көрмеген соң. Қалай сонда футбол ойнап көрмеген? Бірінші ойнап жатсыңдар ма не? Енді үйде футбол ойнаймыз, Брат, негізі шын өмірде футбол ойнаған, PlayStation'да футбол ойнаған мен бірдей емес. Дұрыс айтасың. Давай, қалай бастайды өзі? Давайте, жігіттер, 11А. Ой, жарайды, рахмет. Так, 11-ан жігіттер, сендерге сенеміз? Біздің ұлдар сыйла қалғандар терпела. Йоп. Мынау шілей кетті, ауыр кетті, ауыр. Осыдан кейін ішіп кету керек, болды, все, жеги, давайте ойнайық та. Ема, біздің қыздар бүйтіп қолдамайды екен ше. Конечно. Давайте, жігіттер, 11А, сендерге сенеміз. Давайте, жігіттер. Ондай қолдауларың керек емес. Жан, мен сен үшін осы матчта жеңемін. Ой, блин. Не болатыр маяқта өзі. Бастай берекші болды ойынды жеги. Біздің балалар күшті ойнап отыр ғой. Мен ойымша біз оларға қаттырақ қолдау көрсетуіміз керек, сонда олар жеңеді. Иә, мен де солай ойлаймын. Қараңдаршы, анау кім? Аты кім еді анау ше? Туй, Махамеді. Қалай керемет ойнап жатыр. Еще анау қызыл шаштағы бала бар ғой. Сол вроде аты Дамирда. Сол Дамирда нормально ойнап жатыр да. Ой, оны қойыңдаршы, менің дарыным одан күшті ойнап жатыр. Сендер бүгін ғана танысқан сияқты едіңдер ғой. Ой, ойнап айтамын ғой. Сен айта бер. Жоқ, сен айта бер. Сен айта бер. Ладно, мен айта саламын. Мүлә, қыздар өстіп әңгімеге таласқан нес? В общем, мен оның очки ұстадым ғой, ема. Тағып алмай ема қыздар екен. Мен айтпақшы, кім Дамир саған очкиін беріпті ғой. Тоқта, айтпақшы мен. Ой, фу. Жоқ, ештеңе, в общем. Очкиізді қылып. Қыздар, давайте одан балаларға қолдау көрсетіп, олардың ойындарын қарап отырайық. Давайте. Қарандар, біздің балдар уже жеңіп жатыр. Дарын алға.
Алға, балдар, алға, барлықтары алға. Давайте, жігіттер. Мыналардың жағымпаздағандарын қарасайшы. Давай олардың қаламдан қалай қолдау көрсетуге болады балдарға. Давай, анандай, мен вроде ше, осы складта, спорт залының складында бір қолдайтын киімдерді көрген едім ше. Сол киімдерді киіп, соларға поддержка көрсетейік та. Давай оны байқайтын шығар, я. Шли, соқыр емес шығар. Я, кеттік. Сіз. Тоқтай тұрыңдар. Аяқта не болып жатыр? Бара берейікші. Сол мә қыздар, ана қыздар жайшылық па. Соған айтам. Балдар, Слишком болып кетті ғой. соғын балдар ұялып кеткен шығар. Сол. Ал жеге бітіре салайық ойынды осымен. Жеңілдіңдер ғой. Жеңіліп тұрсыңдар ғой. Қақтаға жегіліп тұрсыңдар ғой. Сендер менің өздерінің топтарынан шығарып қойдыңдар да, жегіліп қалдыңдар. Бопты қойыңдар, жүріңдер. Досым, Дамир кеттік жүрген қайтайық. Все, жеге рахмет. Сендердің номерлерің бар ма? Бірге ойнайық та, жақсы ойнайды екенсіңдер негізі. Нау, похоже, күте тұрайық кішкене Дамир. Бар ғой, қазір күте тұрып мені. Жеті, сен, брат, тастап кетпе бізді ана екеуіне қосыл. Қош, тастамайым. Қыздар. Сәлем. Лифтке сиямыз ба неқса? Көтер алмай подвалда жатпайық. Көтесет деген бар қыздар. Ал қыздар шығып кетіңдер. Рахмет, жігіттер. Рахмет. Қыздар келіңдер, бірдеңе айтамын сіздерге. Ашпайсың ба есікті, аяғын қойып тұрмайсың? Не болды? Мен сендерге шындықта жасарғым келмейді. Маған бәрін прям ұнап жүр. Ол бүгін ғана келді ғой. Жоқ, мен бір көргеннен ғашық болып қалдым. Мә қыздар, шынымен бар ғой, менде Дамирға кішкене симпатия бар сияқты ше. Өлә, қыздар. Айтса сенде де бар ғой Махаға. Енді... көрініп тұр ғой, Махан жақсы көреді. Тоқтай тұрыңдаршы. Бірінші күні келіп алып, шілей бола кеткеніміз болмай қалмай ма? Тура кімдерге ұқсап кетті ғой, Динараларға. Махаббат туралы айтқан бүгін ғана. Қыздар, бұл бірақ шынымен соларға ұқсап кетпеу үшін арамызда ғана қалсын. Жарайды. Еще Дарын өзі приколист, что вы? Оны қойшы, серьезный, прям еще очкимен де қалып кетті ғой. Дарынның очкиін жоғалтып алшы, блин. Сен қайдан білесің Дарынның очкиін жоғалтып алған? Жоқ, бағанан бері басында тауып жүріп жоқты. Сен сонда соның түріне қарап жүрдің ба? Типа үстіне не киіп жүргенін барлығын. Прям анда краш қой, анау деген. Қыздар, может ше, кейін сол балдармен бірге бір ночевкаға ма, бір лагерімге ма барып келек та. Халымен сразу жібереді қыздар. Давай. Мен мамамда рұқсат сұрамасам да жібереді. Рұқсат сұрамасаң да жібере ма сенің мамаң? Да. Жақсы болды. Мен де мамам сенімен барады десе жібереді менің мамам. Мен точно жібереді. Балдар келсем екен. Сұрап көреміз. Либо біз давайте сынып жетекшіден сұрайық та. Сынып жетекші алдында айтып жатқан еді, осы жазғы демалыстарда осындай лагерьге барымыз мүмкін деп. Может быть, сыныппен лагерьге баратын шығармыз? Жоқ, сыныппен не надо уже. Не знаю. Өйткені олардың араларында ше, анау екі қыз бар да ше. Динара мен Айша. Давай осы сабақтан кейін қоңырауды балдармен сөйлесіп көрейік. Давай. Я не против. Давай. Қазір сабақ басталады. Қазір қандай сабақ бізде? Алгебра, я? Иә. Жоқ, тұрыңдаршы. Жаңа геометрия болды. Жоқ, геометрия болды, одан кейін химия болды, енді алгебра. Жоқ, қазір ағылшын емес па? Да. Ой, қазір мен неден қарай салайыншы расписаниеден. Так, осыны. Той тұр, қазір қарай тұр. Русский язык болды. Біресі алгебра, біресі ағылшын, біресі геометрия, біресі русский язык. Ой, қазір көре салайыншы қыздар, ой. Очкем шешіп кетті.
Так. Қыздар қазір русский язык екен. Қазір қыздар көре салайын. Так. Ой, қыздар қазір орыс тілі екен. Понятно. Ладно, кеттік онда. Дайындала берейікші. Айтпақшы, сен үй жұмысын жасадың ба? Жасмин? Я Я жасадым. Кім сен ше? Аделя. тупой звал был. Бір, екі. Бастап қойды ғой. Қазір көре салайыншы қыздар. Ой, қазір орыс тілі екен. Кім еді атын? Басма, мен басма. Сен жерде күліп жатырсың. Баста берші. Қазір көре салайын. Қыздар қазір орыс тілі. Айтпақшы Маржан, үй жұмысын орындадың ба? Жоқ, орындамадым. Бересің. Менен көшіре салшы, ничего. Ладно, спасибо. Просто ше бір жерлерін өзгертіп, просто дегенді трост деп қоя салып. Жарайды. Кеттік. Кім жүрсейші? Аделя. Я все Кстати, Ой, ойна біреудің очки. Отырғаны Ойна сенің очкиң алып кеттің байқалды. қыздар тұра бермесін ба? Ана алып берейін деп жатқан еді ғой. Все, көттерсек. жел аяқ емес. Oh my god! Сөз тұла. Ой, кешірім сұраймын. Ё-моё. Ма. Білген істеп жатыр. Не болды бұл? Ма, кешірім сұраймын сізден. Аделя. Не ғой? Очкиң қалдырып кеттің. Көзілдірігіңді алып ал. Рахмет. Мынау сіз алдым бағана қалып кетіп еді. Рахмет. Аделя. Іздеп жатқан едім соны. Рахмет. Рахмет саған да. Ё-моё, брат, не болды мынау? Ма, не болды бұл бағана? Кім? Дамир? Білмеймін. Аделяның аяғы тайып құлап қалған шығар, может быть. То сен оны ұстап қалдың, е? Братын, онly me and you болды, оны яқта ше? Не ғой, ағылшын кішкене жаттап кеш, содан кейін айтасың. Братан, бір шаблоннан жаттап алғам ғой просто. Понятно, түсінікті. Бәсе как будто неғып отыра бересің деймін да. Қызықта, просто. Ой, блин. Жігіттер, осындай күн болып жатыр дейсіңдер. Мына Дамир бірінші рет осындай қыздар Дамирға жабысып жатыр. Енді бірінші рет емес, енді сыртынан жақсы көріп жүрген қыздар уже дофига. Бірақ та енді осылай тиіп жатқан, сөйлесіп жатқан қыздар деген бір-ақ рет. Енді тойламадық па? Сол ғой, тем более бұндай бізде қашан болады екен деймін да. Негізі бірдеңе айтайын да шынымен. Айтай тұрады. Негізі қыздармен ночевкаға бару керек еді, сол сыныпта. Соны айтқым келіп жүреді, просто сендер мазақтай ма деп қорқып. Не ма? Сендер жай ма? Сендерді кім бүгін ғана танысқан қыздармен ночевкаға бару деген қалай еді? Родной лагерь ғой. И чё? Ничего, просто біртүрлі емес па? Ата-анасы қалай бізге жібереді? Давай осы сабақтан кейін қоңырауда сөйлесіп көрейік қыздармен. Давай, ехала. Білмеймін мен. Тормозит етпеші. Мен тормозит етіп отқан жоқпын, просто кішкене ойланып қарасаңдаршы бастарын істетіп. Адам деген қызын жібере ма, бір 4 жігітпен бір қосылып алған. Басымыз істемесе бүйтіп айтпайтын едік қой. Біле не ғой? Біз ұлдардан 4 уақытта қыздар неғыпты афига. Енді 4 уақыт дегенде, может быть, қалғандар келмеген шығар сабаққа. Сол ойыма келіпті. Өздерің жағатын ғана қыздармен барсыңдар, танымайтын қыздармен қалай барасыңдар?
енді көрейік та барлық қыздармен араласып, бұл саған бір рет көріп алып, бір рет уже танисың деген мағына емес қой. Ол қыздар қандай екенін де білмейтін шығармыз біздер. Әшей түріне ғашық болдық, болды ма? Бабник екенсің таза ше. Мен не бабникпін ба? Мен қақта бабникпін. Мен бір қызды жақсы көремін деп айттым ба сендерге? Жоқ, көресің, бабник боласың сен. Жақсы, жарайды. Ай, бір ана мені айтса шыдамас ше. Сен бір шаблондарды оқи берші. Онлай меня. Не болды анау? Ема, қыздар өзім шок болып тұрмын, қойыңдаршы. Сен келдің да, тоқташ, жүрші кеттік, не қат тұра тұр. Сен типа, сен Дияр, то есть Дамир боласың да, мен болсам Аделя боламын. Короче, былай келятты да Аделя. Осылай келятты, бір-біріне соғысқан да. Қыздар болды, жай есіп қалады ғой қазір. Қыздар кеттік айта. Сабақ қарайық. Әлі уақыт. Оля, бата, не болып кетті, Жасмин? Қыздар бағана біз айтамыз деп едік қой, нені? Айтайықшы, жүріңдер. Давайте кеттік. Қазір ма? Қуасыңдар ма? Қыздар қазір ғана кеткен еді. Сен де бір жауап бермеші. Кештен еш жақсы деген. Оля, кеттік, жарайды, жүріңдер. Мен бірінші барайыншы қыздар. Жігіттер. Ой. Сәлем. Чё там? Сәлем. О, привет қыздар. Чё там? Біз сендерге бірдеңе айтайын деп едік. Не айтасыңдар? Оны көптен бері айтқымыз келіп жүрген, просто ыңғайсыздандық та. Көптен бері дегенде енді бүгін ғана келдік қой. Ой, енді сөйтіп санай берсейші, не ғой? Жарайды, жақсы, давай, айта бер. Не ғой? Енді тура айтайын, сендер қатесіліп қалмаңдар, иә? Айта берші, ботаник. Ой, то есть кешір, шутка. Ойын ғой. Жүрегіңе қатты алма. Не ғой? Біз енді былай шешсік та, егер сендер общем ше, бізбен ночевкаға барасыңдар ма? То есть қатесін қалмаңдар лагерге. Иә, лагерге бірге да енді. Енді отказать етпейсіңдер деп ойлаймыз. Біз де жаңа ғана сол темаға кішкене ойланып отқан едік ше. Болды, барамыз. Ош, дарын, сразу зама. Родной, барлығымыздың атымыздан жауап бере салған болмады енді. Ой, аузарын жабыңдаршы. Болды, барамыз. Все, қыздар барамыз. Мен ойланып көрем. Ей, ойланып неше жоқ. Барады. Не ғой? Аза. Не ғой? Маха. Не ғой, Маха сен бір минутқа бола ма? Мені? Иә. Не? Не ғой? Ана бар ғой сенің, хотя досың, сенің вроде ше жан досың Қызғанып жатыр. Дамир ау деймін, Иә. Сол енді көндіріп көрші, может. Не? Ночевкаға ма? Ну, почти, иә. Сен Дамирді кішкене ұнатып тұрсың ба? Жоқ, ондай ойым жоқ, просто қызық. Жарайды, жақсы, айтам. Все, рахмет. Аделя не болды? Жоқ, қыздар кейін айтам. Жеге, Дамир, жүрші бір бәле айтам саған. Не болды, досым, не шақырдың? Короче, бар ғой досым, анау бір қыз бар еді ғой, Аделя деген. Анау ма жаңа менімен соғысып қалған. Иә, дәл сол. Короче, сол қыз жаңа маған келді да. Жоқ, ешнәрсе, ол емес, басқа нәрсе айтайын деп едім. Не ғой, ночевкаға келісе салшы сен. Келісе салайын. Неге? Просто енді жігіттер болып жиналып жатыр. Ана сыныптастар қыздар, енді 11-ші сыныппыз дегендей танысу керек деп ойлаймын, негізі бар ғой. Білесің ғой, дос, мен таныспайтын. Мен даже 1-ші сыныптан бері ешкіммен таныспаған адаммын ғой. Бірақ енді хотя бір шанс беріп көрсейші, бір рет барып көр, сосын ары қарай мен бір бәле істеп көрем. Жарайды. Ойланып көрем ғой, дос. Осыны ғана айтқың келді ма? Иә, осыны ғана айтқым келді. Жарайды, жақсы, жүр кеттік. Маха да баратын болды. Иә, мен онсыз да барам. Жақсы болыпты ғой, иә. Айтпақшы, Дамир да барады.
Дамир, сен барасың ба точно? барады ол бармасың. Барады. Всё, Иә, барам ғой. Ладно, жарайды.